Кез келген дастарханның сәнін келтіретін порциялық десерт трайфл дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып аламыз. Жақсылап миксерлейміз. Қантымызды салып, массамыз ағарып көпіргенше миксерлейміз. Оның үстіне ұнымызды, разликителімізді, какаомызды ұн илегіштің көмегімен өткізіп саламыз. Біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Протеинімізді алдын ала дайындап алып, соның үстіне массамызды салып, пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осындай шифоновый нәтижесінде күшті бисквит шығады. Салқындағаннан кейін бисквитті қолдың көмегімен ұсақтатамыз. Бисквитімізді жақсылап сатып алдық. Енді крем дайындаймыз. Крем үш ағзаттан тұрады: творожный сыр, сливки, сахарный пудра. Үшеуін жақсылап араластырып, жақсылап миксерлейміз. Өзіңіздің қалауыңызша трайфлды екі түрлі декор қылып жасасаңыз болады. Оның үлгісін қалдырдым. Біреуіне шоколадпен, біреуіне шоколадсыз жасаймын. Осылай стаканчиктарымызға бисквиттарымызды салып аламыз. Үстіне кремімізді саламыз және үстіне тағы да бисквит жібереміз. Осылай поэтапно қайталаймыз. Үйде если бұндай стаканчиктар болмаса, кәдімгі ең удобный үйдегі шыны стакандарға жасасаңыздар да болады. Үстіне шоколадпен немесе креммен әдемілеп декор дайындайсыздар. Және де бұған мен Beta Dream Gold шайын демдеймін. Бұл ешқандай красителсіз дәмді шай, сондықтан бір шығарып аламын, яғни пешке қойып, бір қайнатып, үстіне сүтімді құйып, шайымды демдеймін. Сіздер жақта шайды қалай демдейді? Пікірге жаза кетіңіздер.